Сөз депутат Садықов Асқар Аманбайұлына беріледі. Рахмет, құрметті төраға. Ақ жол фракциясының депутаттық сауалы Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновация және аэроғарыш өнеркәсіп министріне. Ақ жол партиясына интернеттің жоқтығынан, оның төмен жылдамдығына байланысты еліміздің түкпір-түкпірінен арыз шағымдар келіп түсуде. Бүгінгі ақпарат, жұмыс, білім алу, жалпы өмір сүру үшін интернет желісінің маңыздылығын айтпасақ та түсінікті шығар. Осыған байланысты Ақ жол фракциясы өткен жылдары 2 рет депутаттық сауал жұмсаған болатын. Сонымен өз сауалымызда біз сіздердің ресми есептеріңізге қарамастан мыңнан аса елді мекеннің интернетке қол жеткізе алмай отырғанын, бұл елді мекендерде оптикалық байланыс желісінің салыну мүлдем жоспарламаған жоқтығын, Starlink спутник Қазақстанда 2023 жылда толыққанды жұмыс істеу мүмкін екенін, сол үшін бұл саланы либералды реттеуге көшіп, Starlink'тің жұмыс істеуіне шектеу келтіретін барлық кедергілерді жойып, Қазақстандағы жоғарғы технология спутникті интернет жүйесімен қамтамасыз етуге дайын болғаныңызды сұраған едік. Міне бүгін біз ескерткенде X-Space компаниясы Қазақстан нарығында жұмыс істеуге дайындығын мәлімдеді. Еліміздің шалғай аудандарында отырған кәсіпкерлер мен шаруа қожалықтары амалдары жоқтығынан өз қаражаттарына осы Starlink қондырғыларын орнатып, қымбат болса да сапалы интернетке қол жеткізіп отыр. Сондай-ақ осы интернет желісі медицина қызметкерлеріне телемедицина мүмкіндіктерін пайдалануға жол ашса, көлік логистика секторы төтенше жағдайларда жедел және жәрдем апаттық қызметтерді шақыруға мүмкіндік беруде. Алайда өз қаражаттарына интернет проблемасын шешіп, қосымша шығынға ұшырап, жоқтан бар жасап отқан кәсіпкер азаматтарды қолдаудың орнына өкілетті орган олардың іс-әрекеттерінің заңсыздығын ескертіп, қоқан-лоқы көрсетіп, айыппұлдармен қорқытуды бастап кетті. Осыдан 10 күн бұрын Нцаряб өкілі Starlink қызметін пайдалану заңсыз екенін ескертті. Ақ жол партиясы бұл мәселелер туралы 2 жыл бұрын ескертіп еді. Сіздер заңнамалық реттеуге тағы да 1,5 жыл сұрап отырсыздар. 2 жылда шешілмеген мәселе 1,5 жылда шешілетініне үлкен күмәніміз бар. Сіздің бұл мәселені шешудегі позицияңыз шөп қорған итке ұқсап отыр. Бұл жерде сіздің министрлігіңіз мемлекеттің мүддесін қорғап отырма, немесе осы саладағы монополистердің сойылын соғып отырмады деген заңды сұрақтар туады. Әйтпесе әлем таныған және жер шары пайдаланып отырған, қазақша айтқанда дайындап ауыздарыңызға салып берген жоғарғы технологиялы интернетті жылдам ел игілігіне жаратудың орнына өкілетті министрлік тағы да неге шектеу шараларына көшіп отыр? Сіздердің қолдарыңыздан шектеуден басқа не келеді? Ақ жол партиясы 2 жыл бұрынғы сауалын тағы да қайталайды және жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, біріншіден, өз күштерімен, өз қаражаттарымен Starlink желісіне қосылып, сіздер шеше алмай отырған үлкен әлеуметтік мәселені шешіп отырған азаматтарымызды қудалауды тоқтатып, оларға техникалық көмек көрсетіп, орнатылған Starlink қондырғыларын заңдастыруды. Екіншіден, Starlink интернет желісі біздің азаматтарымыз бен мекемелеріміздің заңды және қауіпсіз қосылу үшін қажетті техникалық шешімдерді қамтамасыз етуді жылдамдатуды талап етеді. Құрметпен Ақ жол фракциясының депутаттары Садықов, Перуашев, Еспаева, Барлыбаев, Иса, Бисембаев.